Егер 15 маймыл 45 бананды 15 минутта жесе, 28 маймыл 84 бананды неше минутта жейді? Сіз мынарда әр маймылға неше бананнан шығады, соны табыңыз. 15 маймылға 45 бананнан берсеңіз, демек әр бір маймылға сіз неше банан беріп жатсыз? 3 банан беріп жатсыз. 3 банан. Әр бір маймыл 3 бананнан жесе, онда 15 маймыл 45 бананды 15 минутта жейді. Яғни әр маймыл өзінің 3 бананын 15 минутта жеп бітіреді. Әр маймыл өзінің 3 бананын 15 минутта жеп бітіреді. 28 маймыл 84 банан дегенде әр маймылға неше бананнан келіп тұр? Қараңыз, сосын мына шартпен салыстырыңыз. Келесі есепте мына арада айтады 4 алма неше килограмм дейді. 4 алманың салмағы неше килограмм дейді, иә? Енді мына 8000 грамм деген сөз, ол 8 килограмм. Ол мына араға ең бірінші тең бөлінеді, яғни 4 килограммнан бөлінеді. Араға 4 килограмм, сол жаққа, оң жаққа 4 килограмм. Ары қарай алмалар қайда тұр? Мына оң жағда тұр, демек біз сол жағы емес, оң жағымен кетеміз. 4 килограмм мына араға тең бөлінеді. 2 килограмм мына жерге, 2 килограмм мына жерге, 2000 грамм деген сөз, иә? Алмалар бізде мына жағында, сондықтан мына 2 килограммды тең бөлдік, мына жаққа тең бөлу үшін мына арада 1 килограмм болады, мына арада 1 килограмм болады. Ары қарай мына жаққа кіреміз, алмалар мына жерде тұр. 1 килограммды тең бөлсеңіз, мына 500 грамм, мына 500 грамм. Яғни мына 2 алмамыз 500 грамм. Ал 4 алма қанша? Оны өзіңіз тез жауап бере аласыз, әрине. Келесі 9, 13, 7, 16, 5, 19, 3, 22, x пен y-тің көбейтісін тап дейді. Мына арада бірінен кейін бірін қарайсыз. Ол заңдылық орындалмаса, былай аттап қарайсыз. Былай біреуін тастап қарайсыз, немесе көбейтіп бөліп қарайсыз. Мына жерде түрлі әдістерін көріңіз. Мынау ең дұрысы сияқты. Бұдан сіз нені табасыз? Бұдан x пен y табасыз. Бұл заңдылық бойынша, сосын олар бір-біріне көбейтесіз. Бала кеше сағат 19-да ұйықтап, яғни кешкі 19:00-да ұйықтап. Бүгін сағат 9-да оянды. Сағат 9-да оянды. Яғни кеше 19:00-да, кешке 7-де ұйықтады, бүгін 9-да оянды. Бала тәуліктің қандай бөлігін ұйықтады? Тәуліктің қандай бөлігі дегенде, бөлікті табу үшін біз былай жалпы санды астыға жазамыз. Жалпы санды астыға. Бізге керек қажетті санды үстіге жазамыз. Сол кезде не шығады? Сол кезде бізде бөлік шығады. Мысалы, айталық, сізді үйде 15 литрлік шелек бар. Сол шелектің айталық 3 литрі бос емес десе, сол қандай бөлік десе, онда 15-тен 3 болады да, қысқартасыз 5-тен 1 бөлік болады. 5-тен 1 бөлік болады. Яғни тәуліктің қандай бөлігі деген сөз? Тәулік ол 24 сағат. Соның қандай керек бөлігін ұйықтады, соны үстіне жасау. Оны табу үшін сіз нарада неше сағат бар екен біліп, нарға қоясыз. Сосын қысқартасыз да жауапты айтасыз.